Баршаңызға сәлем. Бүгін тағы да қазіргі әлемдегі бірінші орындағы мәселе коронавирус жайлы айтамыз. Алдыңғы 14 ақпанда шыққан видеомызда осы жайлы әлемдік ірі беделді жаңалықтар компаниясы CNN мәліметтер қарағанбыз. Ал бүгін тағы бір сондай әлемдік ақпарат құралы BBC-дің ресми сайтынан мәліметтер көрсек. Коронавирус, Қытай өкімет коронавирус, Қытай 3-ші күн қатарынан аурудың жаңа оқиғалары санының төмендегенін жариялайды дейді. Яғни бұл сайт ағылшынша аударып алсаңыз болады орыс тіліне, қазақ тілі жоқ әрине. Яғни бұл жерде бүгін сначала вспышки, яғни басталғалы бері Қытайда 1660 адам қайтыс болды деп жазыпты. Бұл сайтта, BBC-дің сайтынан. Воскресенье дейді, яғни жексенбі күні өкімет 2009 жаңа ауру оқиғасын және бүкіл ел бойынша 142 өлім жетімді хабарлады дейді. Яғни бүгінге ғана, бүгін жексенбі бүгінге ғана. Яғни 2009 жаңа жұқтырған адамдар және 142 қайтыс болған адамдар саны анықталған. Жаңа жағдайлар оларды есептеу тәсілі өзгергеннен кейін аптаның басында өршиді, бірақ содан бері олар азайып кетті дейді. Бұл деп тұрған сөзі, яғни қайдадан санақ жүргізілген ғой. Мынау ақш нақты мәліметтерді сұраған, содан кейін қайтадан санақтар жүргізілген. Соның есебінен алдын есептелмегендерімен көбейіп кетті деп тұр. Жалпы алғанда Қытайда 68 мыңнан астам адам жұқтырған, бұл ретте қаза болғандардың саны 1665 адамға жеткен құрайды. Қытайдан тыс жерде 30 елде 500-ден астам ауру жағдайы тіркелген дейді. Ал Тайвань жексенбі күні алғашқы өлімі туралы хабарлады дейді. Соңғы уақытта шетелге шықпаған, бірақ диабеті мен В гепатиті болған 60 жастағы ер адам құрбан болды дейді денсаулық сақтау министрі Чен Шичу. Тағы төртеуі Қытайдан тыс Францияда, Гонконгта, Филиппинде және Жапонияда қайтыс болды дейді. Енді Қытай коронавирустың таралуын тоқтату үшін қабылдаған шаралар әсер ете бастады, деді жексенбі күні ұлттық денсаулық сақтау комиссиясының өкілі Ми Фэн. Басқа да оқиғалар бойынша Жапонияда карантиндегі Diamond Princess круиздік кемесінде тесттен оң нәтиже алған адамдар саны 355-ке жетті дейді. Қытай саяхатшысы қайтыс болды. Бұл алғашқы Азиядан тыс жердегі алғашқы өлім дейді. 83 жастағы американка, яғни әйел адамда дала положительный, яғни оң нәтиже шықты дейді. Оны жаңағы Diamond Princess дейді ғой, содан алып басқа кемеге отырғызғаннан кейін. Ал Ұлыбританияда емделіп жатқан 9 адамның біреуінен басқа барлығы ауруханадан шығарылды дейді. Сенбі күні Дүниежүзілік сақтау ұйымының басшысы Тедрос Адхан Гебрейесус Пекиннің ауру өршуіне деген реакциясын жоғары бағалады дейді. Қытай әлемдік уақытты сатып алды, біз қанша уақыт болғанын білмейміз, деді ол. Қытайдан тыс жерде біз халықтың арасында кеңінен таралған инфекция берілуін көрмегендігіміз бізді қуантады дейді. Қытай мұны қалай орындайды? Қытай Хубей провинциясындағы тұтану орталығында індетті бақылауға әрекет еткен 60 миллион адамға қатысты қосымша шектеулер енгізді. Яғни сол жерде
ауруларды бақылап жүрген адамдардың өзіне де шектеу енгізіпті. Жеке автомобильдерді пайдалануға тыйым салынды және тұрғындарға төтенше жағдай болмаса үйде қалу айтылды. Шенеуніктер бұл ережеден тек бір ғана ерекшелік жасалатынын айтады. Әрбір үй шаруашылығынан бір адамға 3 күнде бір рет азық-түлік және басқа да бірінші қажеттілік заттарын сатып алуға рұқсат етіледі. Жаңа шаралар Қытай мемлекетінің кеңесінің ауыр жағдайдағы жұқтырған пациенттердің үлесі бүкіл ел бойынша төмендегені туралы мәлімдемесіне қарамастан қабылдады дейді. Сондай-ақ ел астанасының Пекиннің билігі қалаға оралған барлық азаматтарға 14 күнге карантиннен өтуге немесе жазалау қаупіне ұшырауы мүмкін екеніне бұйрық берді дейді. Ал Центральный банк Китая, ал Қытайдың орталық банкі сондай-ақ вирустың таралуын тоқтату үшін пайдаланылған банкноттарды қайта циркуляциялау алдында дезинфекциялайтын және сақтайтын болды дейді. Ақшаны қайта айналымға салардан алдын дезинфекциялайтын болыпты. Қытай мемлекеттік бақ-тарында осы айдың басынан бері енді сөз сөйлеген Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпин 7 қаңтарда өршуді тоқтату туралы нұсқау берді дейді. Нұсқау берді. Сол кезде Ухань қаласындағы жергілікті шенеуніктер індеттің ауырлығын тежеді дейді. Бұл аға басшылар ақпарат жарияланғанға дейін вирустың ықтимал қаупі туралы хабардар болды деп болжауға мүмкіндік береді. Үкімет аурудың өршуіне қатысты сынға тап болған кезде сарапшылар партия басшылығы басынан бастап батыл әрекет етті деп болжайды. Бұл жерде басқа да тақырыптар бар. Стоит ли нам волноваться дейді. Вы можете получить его больше, чем один раз. Қайта-қайта ауруыңыз мүмкін бе деген сияқты. Действительно ли маска помогает? Визуальное руководство к вспышке болезни дейді. Яғни бұл жерде енді алдыңғы 2 күн алдыңғы мәліметтермен салыстыра қарасақ, мысалы 14 ақпанда жарияланған видеомызда CNN-нің мәліметтері бойынша бұл жерде 5090-нан көп жағдай тіркелді. Соңғы анықтамаға сәйкес соның нәтижесінде әлемдегі жалпы саны 64435-ке жетті деген болатын. Ал 2 күннен кейін бұл жерде 68 мыңнан астам дейді. Яғни 2 күннің ішінде 15 мыңдай адам қосылған. 15 мың адам 2 күннің ішіне қосылған. Ал қаза болғандардың саны кем дегенде 1383 адамға дейін өскен деп жазса 14-не. Ал бүгін 16-сына 2 күннің аралығында 1665 адамды құрайды деп отыр. Бұл BBC-дің жаңалығы. Қауіп тобындағы медицина қызметкерлері Қытайда 1700-ден астам вирусты жұқтырған және олардың 6-ы қайтыс болған деп айтқан тұғын. Ал бүгін BBC-де Қытайдан тыс жерде 30 елде 500-ден астам ауру жағдайы тіркелген деп жазыпты. Яғни күннен күнге жұқтырғандар да қайтыс болып жатқан адамдар санында ұлғайып көбейіп жатыр деген сөз. Осымен бүгінгі видеомды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар.